Достар, сіздер субсидия бойынша жұмысшыларды тіркегеннен кейін, барлық документтерін тапсырғаннан кейін, сіздерде осындай табель келеді. Табель деген жерге кірсеңіздер келеді. Мен мысалы, отчетный период мына жерде тұр, иә, сіздерде. Отчетный период за март деп тұр, иә. Осындай табель келеді. Март айы 2023 деп. Мына бала менде әлі тіркелген жоқ, бірақ мен уже ол баланы жұмысқа алам деп шешіп өзіме тіркедім. Бірақ енді заң бойынша тіркелген жоқ. Ал мына кісі менде тіркеліп қойды, және де мына жерлер жанып тұр. Мына балада мінекей бұл жер табель толтырылмайды әлі, иә. Ал мына жерде бізде уже мінекей жанып тұрды, мен уже бұл табельді толтырып жіберіп қойдым. Сіздерге осы жерде қалай толтыруды көрсетейін деп отырмын. Мына жерде сіздерде 19 күн деп тұр. Бұл яғни март айында 19 жұмыс күні бар деп тұр. Ол қалай? Ол мінекей календарьды ашасыздар. Мінекей март айында бізде мінекей демалыс күндері мынау красныймен жанып тұрған демалыс күні. Енді санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 рабочий күн бар деп тұр. Көрдіңіздер ма? Міне, бұл автомат шығады мына жерде. Соның ішінде менің жұмысшымның жұмыс жасаған күні 15 күн. Ол мен себебі, мінекей. Себебі менде бұл кісі 7-сінен бастап жұмысқа орналасты. Яғни 7-сі жұмысқа орналасты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мына жерде неге білмеймін. 7-сі праздник деп қойған. 7-сі ешқандай праздник болған жоқ бізде. 7-сі кәдімгі рабочий день болды. Көрдіңдер, менде бұл кісі 7-сіне приказ өтті. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 күн жұмыс жасады деп тұрмын, иә? Мінекей 15 күн жұмыс жасады дедім. Мен бұл кісінің айлығын әу баста ақ 180 мың деп белгілеген тұғым. Жұмысқа уже адам керек деген кезде маған осындай адам керек, айлығын 180 мың қоям дегенім, сол 180 мың жазасыздар, басқа айлықты жазбайсыздар. Басында не жаздыңдар, сол айлықты жазасыздар. Енді қараңыздар. Сумма начисленной заработной платы. Егер мінекей енді 180 мыңды 19 күнге бөлейік. Мінекей бөлу 19 тең. 9470 теңгеден түсіп тұр, иә, әр бір күні. Әр рабочий күні. Енді менде бұл кісі 15 күн істеді. Енді осыны көбейтемін 15-ке. Сонда менде 142.105 теңге бұл кісіге айлық төлеуім керек. 7-сінен бастап жұмыс жасаған үшін. Көрдіңіздер ме? Соны жаздым мына жерде. Енді, мінекей, 142.105 ба? Енді осының пенсионкасы. Мен қанша төледім, е? 142.105. Мына жерде сұрап тұр. Сумма пенсионных взносов көбейтілген 10%. Тең болады. 14.210, 10-5 деп тұр, яғни 14.211 деп толықтай жаздым. Және де подлежит компенсация из бюджета теңге деген бізде бұл кісі күміс жаспен қыздар келген маған, күміс жаспен. Енді осы 142.105 көбейтілген 70%-ын төлеп береді, я? Төлеп беріп атыр. 70%-ын төлеп беріп атыр. Және 99.474 теңге толықтай осы төлейді деп жазылады. Сіздерде мысалы жастар практикасы бойынша қанша процент, мен жаңағы сіздерде айттым ғой, я? Қандай процентін төлеп береді? Жастар бойынша, күміс жас бойынша 70%-ын төлеп беріп жатыр. Сол сияқты мына жерде айлықтың қанша проценті болады, соны жазасыздар. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын.